Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен қолдан созылған лағман рецебін бөліскелі отырмын. Ол үшін бізге қажетті әрине су, ұн және бір кішкентай ғана тұз. Бұл жердегі ең маңыздысы суымыз жылы болмау керек, суымыз салқын болу керек, тұзымыз өте аз мөлшерде болу керек. Тұзы көп болса және де суымыз жылы болса, онда тестамыз жұмсақ болып қалады. Сондықтан да салқын сумен өте қатты илейміз. Өте қатты болу керек тестамыз. Және де илеп алғаннан кейін тестаны қолмен басу керек, үстінен басып жайып, қолмен жұдырықпен басып, әбден қандырған жөн. Содан соң әрине тындырып қойып қоямыз жарты сағаттайға. Үйдің лағманы ерекше болады ғой, оны білесіздер өздеріңіз. Сондықтан да сіздерге де үйдің лағманын осы видеоға қарап жасасаңыздар деп кеңес беремін. Дәмі ерекше болып шығады әрине. Қол істеген нәрсенің. Міне осылай илеп алып, мешочекке салып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін мешочектен алып, қазір қойып қоямыз, сосын жарты сағатқа таман, 20 минуттан кейін алып, тағы да үстінен жақсылап тұрып, үстінен басамыз жұдырығымызбен. Үстінен басып, сосын жәнегі көрсеткенімдей ұзынша қылып, кесіп, майды жағып орталарына тағы қойып қоямыз тындырып 20 минутқа. Оның бәрі осы видеода және описаниемде жазылып кетті. Сосын мен сразу айтып қояйын, аяқ жағында қайнап жатқан тұзды суға 5 минутқа пісіріп аламыз да, сосын салқын суға саламыз.